Дәулет Қасенов, әдет. Заңғардың бір жаман әдеті, мектептен келісімен үстелде не тұрса да соны асап жіберіп, киімін содан кейін шешеді. Аузын қомпаңдатып жүріп, күнделігіндегі бағаларын әжесіне көрсетеді. Содан соң барып, қолын сабындап жуып, дастарханға отырады. Міне, енді нағыз оқушы болдың. Мұның дұрыс деп әжесі күнде ескертеді. Бірақ екінші сыныпқа көшсе де, ол осы бір әдеттен арыла алмай-ақ қойды. Күндегі қылығы осы: үстел үстінде жейтін ештеңе болмаса, құтыдағы сары майдан асайды. Бүгін де ол әдеттегідей келе сала килігіп еді. Бірақ неге екені белгісіз, барлық ыдыс босап қалыпты. Оңайда жарты кесе сары май ғана тұр. Ол ыза боп кетті. Әжесіне ширығып, әлгіден асап кеп қалып еді, аузы мұрнын дуылдатып ала жөнелді. Ол інісінің аузына шыққан жараға жаққалы әкелген сары май түстес дәрі еді. Заңғардың жүрегі лоблыды, екі көзінен жас ыршып кетті. Қақалып шашалып жатқанда, әжесі үкідей ұшып жетсе, дәрі таңдайына жабысып қалыпты. Біразы тамағынан өтіп те кетсе керек. Әжесінің есі шығып, жай таппай, біресе заңғардың аузын шайып, біресе орамалмен тілін сүртіп әбігер. Жаман әдет жарға жықпай қойсын ба? Ертесіне-ақ заңғардың аузына қаптап ұшық шықты. Басы зеңіп, жүрегі айнып, шекесі солқылдап, мектепке де бара алмады. Екі көзі жасаурап, асқа да тәбеті шаппады. Әжесі басын орамалмен тас қып таңып берді. Жастығын биіктетіп, астын қалыңдады. Сусын ішші деп біресе компот, біресе алмұрттың шырынын берді. Ол осы сәт әжесін жақсы көрді. Аздан соң шекесінің солқылдағаны басылып, сәл тыншыды. Жаны жай тауып, сергіп қалды. Ұшық неге шығады? Деп сұрады одан соң. Жаман әдеттен шығады, деді әжесі. Заңғар ойланып қалды. Балалар, бұл әңгімеде үлкен адамның айтқанын тыңдауға, жаман әдеттен аулақ болуға шақырады.